Меркі жайлауындамыз. Осындай керемет ақ шаңқан қазақ үйлері тігілген екен. Жалпы туристерге бар жағдай жасап қойыпты. Курсайға келдік. Нет, доча, хватит меня фото. Давай, доча. Келесі нүктеміз Қайыңдыға дейін. Сол жерде арнайы таксилер тұрады екен, жолға ыңғайлы. Біз 15 мың, 20 мың теңге екен. Біз 7-8 адам 15 мың теңгемен келісіп келдік. Экологический постқа дейін келеді екен, ол машинелер кіргізбейді екен. Ал жоғары қарай Қайыңдыға дейін көтерілу адам басына байланысты уазиктер тұрады екен, мынандай аттар тұрады екен, және жаяу бару. 3 жол бар екен, Қайыңдыға бару. Машинеге келіп сұрамадық машиненің бағасын, аттың бағасы адам басына 3 мың теңге тұрады екен. Біз жаяу баруды ұйғардық. Ал сәттілік. Міне осындай таксилер бар екен, адам басына 3 мың теңге. Біз енді Алматыдан сонша Қайыңдыға келе жатқаннан кейін тауды көріп, жаяу көрейік дедік. Сонда да міне артымыздан ат жетектеп жүр. Осы атқа мініп барыңыздар деп. Міне Қайыңды көліне де келіп жеттік. Керемет табиғат. Екі пост пен Қайыңды екеуінің ортасында осындай жалғыз аяқ жол бар екен. Бұл ортаға тек осындай ойқы-шойқы жолға шыдайтын таксилер жүреді екен. Ол адам басына 500 теңге алады екен. Өзіміздің келген таксилеріміз бұл жолмен жүруге болмайды екен, рұқсат жоқ екен. Тек осы екі арада жүретін таксилер ғана жүреді екен. Біз бағана келген кезде ана жақта таумен аттың жолымен келіптік. Ат жүретін жолмен келген екенбіз. Екінші жолды машина жүретін жолмен қайтып келе жатырмыз. Осындай ойқы-шойқы жолдар екен. Алматыда күнде жол жүріп жүрген жоқпыз ғой, тауға кеп таза ауамен тыныстайық деп біз машинамен келмей жаяу жүруді таңдадық. Міне осындай жол екен. Машиналар дөңгелектеріне мынандай үшкір тастар кіріп кетеді деп, бұндай жолмен жүруге рұқсат берілмейді екен. Қайыңдыдан түсіп келе жатырмыз, алға негізі. Аялдама Көміршідегі Тамшы бұлақ деген қасиетті жерге келдік демалуға. Осындай демалыс орны екен. Тамшы бұлақ арасанына келдік.
суы мыңда бір ем. Таудың басында тасты жарып шығып жатқан арасан екен, сондықтан тамшыбұлақ деп аталады екен. Суы мыңда бір ем. Адамдар осы арасаның қасиеттілігіне бола, сонау жақтан таудың басына келеді екен. Осы тамшыбұлақ арасанына келіп, тамшыбұлақтың суын ішуге Алла нәсіп еткен екен. Осындай біздің елімізде киелі қасиетті жерлер бар. Суы мұздай, тастай, бірақ бетіңді жусаң да, басыңды жусаң да, ешқашан ауырмайтын сондай қасиетті жер екен. Осындай қасиетті жерге келіңіздер. Қараңыздаршы, тастың арасына жарып шығып жатқан бұлақ арасан. Басынан адам ізілмейді екен. Міне соған біз арнайы осы арасанға келдік. Әдемі жерлер. Міне туған ауылыма, Шалкөде ауылына келдік. Менің туып өскен үйім, әкемнің, анамның отау тіккен, балалық шағымның балдам өткен менің. Айналайын ауылымдағы қара шаңырақ үйім. Әкемнің қара шаңырағы. Міне осы үйге келдім, өзімнің үйіме келдім. Мынау Шалкөде ауылы, менің ауылым. Ауыл деген береке. Таудың етегіндегі Шалкөде ауылы. Ешкіммен бөліспеген еншісі, ес ауылдағы, құмыз айдаудағы ең алғашқысы. Олай болатын болса, құмыздың өзін қалай дайындау керек? Ауылға қарай аттанайық. Құрт жасау өнері. Әр түрлі нандар. Пісірген жерінен бәрін көріп, тандыр. Көңмен. Нан. Нан. Міне көңмен. Апамыз ашып тұрып көрсетіп жатыр. Рахмет.